Көп адам еріктілік дегенде көшеде жүріп көмек көрсететін, іс-шара ұйымдастыратын немесе қайырымдылықпен айналысатын жандарды елестетеді. Бірақ бүгінгі заманда көмектің жаңа түрі бар. Ол киберволонтерлік. Киберволонтер интернет кеңістігінде қоғамға пайдалы іс атқаратын, адамдарға қауіптің алдын алуға көмектесетін, цифрлық ортадағы мәдениет пен қауіпсіздікті қолдайтын азамат. Ол міндетті түрде IT маман болуы шарт емес. Ең бастысы жауапкершілік, сауаттылық және бей-жай қарамау. Мысалы, киберволонтер интернеттегі күмәнді сілтемелер туралы ескерте алады, алаяқтық белгілерін түсіндіре алады, кибербуллингке ұшыраған адамға қолдау көрсетіп, қайда жүгіну керегін айта алады, жалған ақпаратты таратпай, керісінше оны тексеруге шақыра алады. Осындай қарапайым әрекеттердің өзі қоғамға үлкен пайда әкеледі. Киберволонтерлік бұл жай белсенділік емес, бұл жауапты азаматтық ұстаным. Цифрлық ортада қауіпсіздік пен әдепті сақтау да қоғам алдындағы жауапкершіліктің бір бөлігі.